Сәлем баршаңызға. Біздің бүгінгі қонағымыз инженер-гидротехник Ерлан Бадашев, яғни біз Қазақстанның су ресурстары, әлемдегі және Қазақстандағы су проблемалары туралы әңгіме өрбітеміз. Ерлан аға, қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Келгеніңізге рахмет сіздің. Алдымен мынадай сұрақ. Қазір енді әлемдік зерттеулерге сүйенсек, су мәселесі, су тапшылығы мәселесі ушыққан үстіне ушыға бермек дейді. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше 2040 жылдары суға деген сұраныс 50%-ға артады дейді. Демек, тапшылық та сонша артуы мүмкін. Осында Қазақстанның жағдайы қандай болмақ? Қазақстан не істеу керек алдын алу үшін? Қазір не істеп жатыр? Жалпы алатын болсақ, су мәселесі дүние жүзіндегі кезінде кейде мен есіме түседі, Ресейдің атақты Жириновскийін білесіздер ғой? Сол осыдан алғашқы сол саяси аренаға шығып жүрген уақытында бір айтқан құлағым есіп қалған. Келешекте мұнай таусылады дейді. Ресей біздер су сататын боламыз дейді. Дүние жүзіндегі әсіресе тұщы су жағынан қоры ең көп мемлекет Ресей мемлекеті. Бір Байкал өзенінің өзі бүкіл дүние жүзіндегі тұщы су қорының 30%-ын құрайды. Одан кейін Бразилия, басқа елдер суға бай ел. Сол себептен мен айтар едім, қазір не айтады ғой бәрі, мұнайға бай ел, басқа бір минерал жаңа бай ел. Ең бай ел суға бай ел. Өткен себебі түсініңіздер, еш нәрсе сусыз болмайды. Мынау стаканда су болмаса шықпайды, сізбен бізде су болмаса кездеспейміз. Өнеркәсіптің бәрі суға байланысты. Бәрі, мынау көрші шекарасыз елдермен су сондай не болып жатқан жағдайда, қазір жас нелер болашақта оқып келгендер айтады да, аға дейді, біз не қыламыз, оны жолын жауып тастаймыз дейді, мұнай бермейміз, бидай бермейміз дейді, айналайындар деймін. Сендер жолды жапсаңдар басқа жол табады олар, өзбектер мысалы. Өзбектер ғой біздің суымызды неғып қоятын. Бидай, Украина бидайын қайда жіберем білмей отыр. Мұнайды қазір санкция болса, Ресей мұнайды қайда бәрін алады. Сен су болмаса, бір аптадан кейін сол бидайыңды, мұнайыңды әшейін апарып бересің. Су болмаса. Сол себептен суға деген ол өте көзқараспен қарау керек. Қазіргі президент осы су мәселесін өте көп көтеріп жүрген. Былтырғы сол жарлығымен бір жыл болады. Су ресурстар министрі ирригацияны құрып неғып жатқан парагонның қалай атқарылу, басқа кейін айтармын. Жалпы суға алғанда, мен дүние жүзіндегі енді алғанда суға ең мол ел жаңа айтып, Ресей, Бразилия, Аргентина екен. Енді көпшілік ел суға тапшы ел. Өздеріңізде қазір неден көріп жүрсіздер, мысалға Африка елдерінде, Араб елдерінде суға тапшы. Ал сол суға тапшы елдердің қатарында біз Қазақстанда жатады. 2014 жылы ол кезде Қапаров министр экология, сол кезде құрамында жүргенде мен Қазақстан су ресурсын басқару бағдарламасын әзірледім. Сол кезде оны кейіннен бекітілді, сол кездегі президент қол қойып бекітті. Сол кезде Қапаров аға, сіз бәрін дұрыс жазып, бірақ енді мен бұны халықаралық бір консалтингке неге берейін деді. Не үшін? Оценка жасау үшін. Оценка болғанда. Сараптама. Сол Маккензи деген атақты не бар? Соған бері солар қазір технология модельдерімен не қылғанда, есеп не қылғанда, олардың болжамы бойынша, қазір енді барлық жері сол цифр қолданып отыр. 2040 жылдарға дейміз, су тапшылығы где-то 2030 жылдарға 12 миллиард кубометр болды Қазақстанда. Су тапшылығы, жетіспеушілігі. Қазір қанша? Қазір мысалға жалпы айтқанда, мен сіздерге айтайын, бұл цифрлар мен бұл жерде жер беті, жер суы, жер асуы болып бөлінеді. Қазақстанда жылдық жер суы 100 текше километрдің шамасы, 100. Қай жылдары осыдан 20 жылдан 120 болды. Сол төмендеу тенденциясына кетіп баратыр да, енді бір 10 жылда бір 80 маңайына барады дейді. Бұл жерде сол 100 текше метрдің, бұлай 100 болайық шамамен енді. Соның 46 текше километр бізге басқа елдерден келеді. 50 кубы километр өзіміздің аумақта қалыптасады деген. Бірақ бұл жерге мен бұл цифрларға сенбеймін, өткен себебі қараңыздар. 46 кубы километр деп айта берейін енді. Кубы километр су шетелден басқа. Бізде мысалы 8 бассейн бар, 8 негізгі. Соның 6-ауы бойынша басқа елдер арқылы келеді. То есть, яғни біз ең соңында орналасқанбыз. Енді ең проблеманы Сырдария. Сырдарияға бізге су жету үшін Қырғызстаннан шығады, Тәжікстан арқылы, Өзбекстан арқылы келеді.
шу мен талас Қырғызстаннан келеді, іле Қытайдан келеді, жайық Ресейден келеді. Енді ертіс орта неде сондай біз яғни осы нелерде көрші елдер су саясатына тәуелдіміз. Әсіресе мына суармалы жер ең көп жер бізде мына оңтүстік Алматы, Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облыстарында сол жерлерде, проблемалы жерлерде біз тәуелді нелерге тәуелдіміз. Соны айтайын дегенім, жаңа қырға шетелден келген судың есебіне шамамен сенуге болады. Өйткені себебі шекарада жақсылы жаманды әйтеуір суды өлшейді. Гидромет бар, не бар. Ал енді анау өзіміздің елімізде қалыптасатын 50 кубқа мен сенбеймін. Ол дерек осыдан 50 жыл бұрынғы дерек. 50 жыл бұрынғы дерек, қазір сіздер білесіздер, көп жерлерде өзендер, көлдер тартылып қалды, ауылдарға барсаңдар жоқ. Ол сол кезде бар деп есептелген. Оның барлығы не себептен? Оның барлығы бізде, мен кешегі көп жерлерде айтып жүрмін, ең басты бізде судың есебі жоқ. Есеп жүйесі жоқ. Мемлекеттік есеп жоқ. Қанша су келіп жатыр, қанша су кетіп жатыр, оның есебі жоқ. Білмейді ешкім. Мысалға, биыл анау космос съемка арқылы тасқын су неғылғанда 84 миллиард дей ма су неғылды. Ол шамамен қазір космос съемка неғылады ғой. Ал министерство айтты, біз 14 миллиард суды ана батыстағы су қоймалары жинап алды. Мен айтам, қалған 74 миллиард қайда? Ешкім білмейді. Яғни біз нені басқарып, не неғып отқанымызды білмейміз. Осы орайда мысалы өткенде Сырдария арқылы солтүстік аралға бірнеше текше метр су келді деді. Көп келген сияқты қылып айтты. Оны мен сізге айтайын, ол туралы мен время газетіне интервью берген, содан кейін министрлікте ренжіп, мен айтам, ол арал айтам қазір, Каспий дейді, биыл сол су көптіктен Каспийдің деңгейі, сіздер Маңғыстаудың 1 метр 20 сантиметр көтерілді деңгейі. Ойлаңыздаршы. 1 метр 20 сантиметр деңгейі көтеру үшін, мен есептедім, ауданынан неғылсам, 74 миллиард су керек екен. Ал 74 миллиард бір Волганың, бір елдің жылдық барлық қор анжықын 50 миллиард. Ол мүмкін емес. Мысалға, Ақтауда бар, сол кезде 1,5 метрге деңгей теңіз көтерілді ма? Мен айтам, онда неге ирандықтар, олар жаңа 24 кезеттен таңертеңнен кешке дейін сөйтіп берді. Биылғы неде 1,29 сантиметрге Каспий деңгейі. Мен айтам, бұл онда экологический не ғой? Құбылыс қой бұл. Неге ирандықтар, неге Әзербайжан, неге ресейлер үндемей отыр? Әлде тек біздің жақ көтерілді ме? Деңгей бір ғой, мысалы. Күлкін келеді енді. Содан кейін айтады, біз аралға 1,1 миллиард су жібердік, оның деңгейі көтерілді дейді. Мен өзі арал қазақ, сосын арал деңгей көтеру жобаларына қатысқанмын. Қазір соның екінші кезеңін неғылғын, техниканың несіне қатысып жатырмын. Аралға орталық Азия елдерінің несінің келісімі бойынша жылына кемінде 3-4 миллиард су жіберу керек. 4 миллиард. Соның 1 миллиарды ғана келді тұр. 1 миллиард келді, сосын айтайын деген. О жердегі буға ұшып кететін 2,7 миллиард. Енді тағы да сөйтіп жұртты алдап соңына интервью айтқан, ренжіп жатыр дейді. Енді нелерін айтыпты, министр опровержение бермей, олар қайқына опровержение береді, сосын маған ешкім шыққан жоқ. Одан кейін министр неге барып қалды ғой, арал жаққа. Бүгін дейді, аралға өткен жылға қарағанда 37 есе көп су келіп жатыр дейді. Осы қарасақ, енді бір жыл су аз болады. Өткен жыл дәл сол күні 6 куб секундына су келіпті. Ол тамшы бір. Биыл 75 куб келіп жатыр. Ол 3-4 болу үшін 250-300 куб су келіп тұру керек. Дәл сол күні сонда былтырғы 6 мен биылғы 7 неғылады 37 есе артық су келіп жатыр дейді. Аралықтар күледі. Енді таңғаласың енді. Мен айтам, онда бір жылдар башы не келмеген, су келмеген, содан естімейді. Онда 70 есе артық су келіп жатады. Енді түсінбеймін енді бұл. Сосын неде бір әңгімеге шығып кетеміз, сол тағы да журналистер маған шыққан, жасанды жаңбыр жасау туралы. Аралға барып. Оғанда бір не шықты, сізге жіберім, сосын мен айттым, негізі бұл қалай айтуға болады. Жұртты нағыз алдау. Өткен себебі қараңыздар. Біріншіден табиғатқа қол соғуға болмайды. Мысалға Дубайда оларда ақша көп, сосын бұлт болу үшін су болу керек қой. Баяғы мен бала кезінде, арал толық кезінде біздің ауылда қар таңертең есікті аша алмай қалатындық біз.
су көп болады, жаңбыр болатын, су болатын. Дубайда енді теңіздің жағасынан не қылып соған бір химиялық нелер қосып жаңбыр жауады. Ал сол табиғатқа қол сұққанның арқасында биыл Дубай суда қалды. Уже ұстай алмай қалды ана. Ол мүмкін емес. Биыл жаңбыр көп, биыл жаңбыр барлық жерде бірдей жауып жатыр. Демек одан емес, жаңағы одан емес, оның ешқандай қатысы жоқ. Анау жүрген жаңа не дейді, орысша шарлатан дейді, или бақсыма бірдеңе жүрген ол. Енді ол соны ана талай шықты, мен айтамын, сенбеңдер. Сосын ана министр экология Нысанбаев Ерекең кісі ол айтты ғой, оған естімей қалмаңдар деп. Ол мүмкін емес. Ол қай жақтағы бұлтта келіп неғып жүргені. Сол сияқты қазіргі мына әлеуметтік желінің бір несі осындай жұртты алдап неғып жатқан соңға неғып кетті. Енді мен жалпы алғанда жаңағы Қазақстанда су көлемінің, сол Қазақстан 100 кубокилометр судың біздер мына экономикаға шамамен бір 25 кубокилометр, 25% пайдаланамыз. Қалғаны енді анау аралға құяды, теңізге мына Ертіс арқылы неге өтіп кетеді. Сосын буға ұшады, экологиялық нелерге жібереді. Бізде сол 8 бассейннің біреу ғана біз іште қалыптап, іште мына Нұра Сарысу деген, Қарағанды, Ұлытау, сосын Қызылорда шекарасы. Сосын Ертіс өзені бойынша Ертіс бассейні біз тек қана сол бассейнде біздің енді әр мемлекетпен мысалы Ресеймен арамызда біз келісім бар. Ертістің мына негізгі қоры біздің аумақта қалыптасады. Қытайдан бір 30% ма қалыптасады Ресейге. Соны не қылғанда біз жылда Ертістің 12 кубокилометр суын біз пайдаланымда Ресейге жіберіп отырмыз. Пайдалану жоқ та не. Демек біз арқылы өтіп отыр. Біз қанша жіберсек, Ресей сонша су алады. Сонша су алады, бізге оның қажеттілігі жоқ. Қалған 6 бассейн бәрі суға тапшы. Жайық білесіздер, не болады. Сырдарияны айтып, Шумен талас қай жылғымыз білесіздер. Іледе де сол су несінің тапшылығы. Тек қана бір бассейн Ертістің бойындағы сулар бізде жаңағы неде 12 текше кубокилометр суды біз неге Ресейге солтүстікке соны пайдаланып біздің қанша қорымыз, оны мысалға үлкен жоба болып қазір кейіннен көтеріліп жатырмыз, ол да біраздан кейін осы Астанаға бұруға болар еді оны. Мысалы баяғы Ертіс Қарағанды каналын естулеріңіз бар ғой, бұл құрылыс, бұл ғимарат уникальный не болды. Қаныш Сәтпаев не қылған. Мына Ертістен Қарағандыға су жеткізіп отыр. Қараңыздар, ұзындығы 200 шақырымдай 495 метр жерге суды көтерді 22 насоспен. Ол кезінде Қаныш Сәтпаевтың идеясы бойынша ол әрмен қарай трубамен Жезқазған, Ұлытау, енді бұл жердің бәрі өнеркәсіп дамыған су қажет қой, соған бағытталған. Бұл соншама сапалы жақсы салынған, 50 жылдан асып кетті, 55 жыл болды ма, ақау сәйте жұмыс істеп келе жатыр. Әлі де жұмыс істеп тұр ма? Иә, жұмыс істеп тұр. Бүкіл Қарағанды ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Екібастұз ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Қарағандының бар өндірісін ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Қаныш Сәтпаевтың жобасы ғой істеген сол. Сол сияқты деймін да. Сол сияқты сондай мүмкіншілік бар. Мысалы қазір Астанаға су тапшы болды ғой биыл, су жетіспей қалды. Бұл жерге деген тағы да таңғаламын. Оны қазір айтармыз, айтармыз. Трансшекаралық өзендер туралы айтып жатырмыз ғой енді. Бізге Арал теңізіне географияда оқыдық, Сырдария мен Амударияға өттік. Қазір Амудария мысалы құймайды. Оған не себеп болды? Бұл негізі Аралдың су қорының 70%-ын Амудариядан түсіп тұрған. Сырдарияның 30% түсіп тұрған. Ол Амударияның бойында орналасқан мемлекеттер Өзбекстан, сосын Түркменстан. Түркменстан 30-шы жылдары атақты Қарағым каналы қолмен қазған. Бүкіл Түркменстан сол Қарағым каналымен бар экономикасы, бар несі соған қарап отыр. Сосын Өзбекстан жағындағы жерде де ана кезінде, кеңес үкімет кезінде суармалы жерді дамытып болып мақта өсірді. Сол кезде сосын аяқ жағы енді Қарақұмстан Үргеніш қой, суармалы жерге бағыттап, сонымен су бәрі таралып кетті. Енді мына бас жағынан тағы да Естібастырдан Ауғанстан канал қазып 12 миллиард су Амударияның суын алғысы келіп жатыр. Сол себептен Амудариядан бір тамшы су түспейді. Біздер мына Сырдарияның 30% Қазақстан жақ бөлігін қай жылы біз құтқарып жаңа бірінші жоба деп тұрғанбыз. Ана енді үлкен арам кіші аралдың ортасын бөгеп 40 миллиард кубометрге су жинап, анау сол кезде Атакәсіп Арал халқының Атакәсіп балық қой. Енді баяғы қан терді оқыған шығарсыздар, еламандарды, балықшылар, мөңке, солар балқаш, неге көшіп кеткендігін. Соны біз ана құрылысты
дүниежүзілік банкінің есебінен келтіріп ана арал деңгейін көтеріп сол балықшылар еліне қайтып келді. Түсіндіңіз бе? Өте әлеуметтік. Бұл жоба бүкіл әлем дүниежүзілік банкінің несінде үлкен үлгі тұтатын жоба болды. Сол кезде балық аулау несі 1000 тонна ма, сондай болған ол 2000 тонна 6-7 есе өсті. Қазір балықшылар кішігірім жаңа балық өңдейтін нелер салып, мысалға судак деген балық, бізде тісті балық дейді. Европада өте біз сол жобаны жүргізіп жатқанда мен айтайын сізге. Енді барып тұрамыз ғой. Сонда жаңа балықшылар ең бірінші барғанда жаңа баяғы Урал мотоциклімен жүреді тұғын. Екінші рет барсақ уже УАЗ мініпті. Үшінші рет барсақ джип мініп жүр. Әлеуметтік жағдай жақсарған ғой. Анау теңіздің жағасынан сол кезде Еуропадан рефрижераторда келіп тұрады. Балық евроға сатып алады. Аралдан, Қызылордадан жаңа судақтың балығын таба алмайды, өйткені олар қымбатта евромен алып кетеді. Сосын тағы бір қызығын қараңыз, сол кезде жігіттер айтады, жаңа арал деңгейін көтеріп жатқанда сол жақтарда судың құдіреттілігі. Енді тап-тақыр тұз болып жатқан ғой. Ана арал деңгейі көтеріп не қылғаннан кейін ана бір шетелдік не бар ғой, хабар бар ғой, бір табиғат былай өсіп келе жатқанын көрсететін Георгий National Geographic'тің видеоларын айтып отырсыз ба? Дәл сонда дейді, көз алдымызда дейді, жаңағы табиғаттың қалпына келе бастайды жігіттер, басында жүрген жігіттер дейді. Сөйтсе ең бірінші жердің бетін не шығатынын білесіз, тышқан шығады екен. Тышқан шығып жүгіре бастайды, сосын майда-майда шөптер шыға бастайды. Тіршілік пайда болғанда. Тіршілік. Иә. Жандана бастады да, судың құдіреті, су бар жерде. Сол сияқты оны енді қазір екінші жобасына ол да қай жылы дүниежүзілік банк грант беріп, соның жаңа бір ирандық компания болды да, соның техника негіздесімен сол суды біз ана арал аз суды гидроген құрылыстар арқылы не қылып аралға жеткізгіміз келіп жатыр. Кезінде анау аралдан 150 неге шақырымға 50-60 километр қалды. Сол маңайдағы көлдер жүйесін қалпына келтіру. Біздер сондай тіршіліктер жасап Қазақстан жағынан. Ал енді анау не жағы арал жағы, Амудария жағы, о жақтан енді үміт жоқ. Олар қазір енді Өзбекстандар сол аралдың табанына сексеуле сондай жұмыстармен айналысады. Сонда Амударияны жаңа Ауғанстан келді, Өзбекстан дедіңіз ғой. Сонда ешқандай шарттарға немесе заңдарға сүйенбей әркім көрінген адам алып кете алады ма? Көрінген халық. Ол кезде біздер бір мемлекет болдық қой. Ол кеңес үкіметі кезінде құрып қалды. Ол кезде бір мемлекет совет үкіметі құрдық. Ол кезде сол жаңа қорғаныс саласына мынау оқ дәрі жасауға мақта керек екен ғой. Мақта көп керек болып, көбісі мақта дақылдарынан несін егілді ғой. Соған алынды суармалы жерлерге. Сол кезде құрды ол Амудария, кеңес үкіметі кезінде. Ал енді жалпы алсақ, жылы бір жігіттер шығып, Израильдің бір передачасы хабар екен телевизор. Центральная Азия большая политика дейді ма? Үлкен саясат деген. Израильдің келген еврей журналист бір футболканы алып ораға келіп отырды, бірден әңгіме бастады. Сіздер қалай орталық Азияда су енді Сырдария талас не болып жатыр ғой соны. Қалай соғыс болмайды дедім, соғыс. Ана жігіттер айтып қалған, абайлаңыз бұл провокацияны. Неге болмайды дейді, су қалай болады? Біз дініміз бір, неміз біледі дейсіз. Наоборот, сондай діні бір адамдар қырып соғысады, кетмені бір-бірін өзбек, қырғыз, қазақ бір-бірін соғыспайды дедім. Біз Алла тағала берген, бөліп ішуіміз керек суды. Бүкіл әлемде бұндай мысалдар көп. Әрине қиын. Мысалы, Европаның өзі ана трансшекара 7-8 елден өткен 70 жыл жаңағы осы келісімге келген. Ал ана жерде мен қазір, болады десе бітті, ол бүкіл әлемге шығарайын деп тұр жаңағы. Көрдің, бұл сол себептен су дипломатиясы деген жаңағы сіздің жаңағы несіне қылса, сіздің өте нәзік дүние. Ол енді анау 91 жылы осы орталық Азия елдері Сырдарияның су бөлу туралы келісімге қол қойылған бізде. Әркімнің өз үлесі бар да. 91-де? Иә, 91-де. 91-93. Біздің үлесіміз Шардараға жылына 12 куба километр су мол жылдары. Орта жылдары 10 куб, 10 мың, 12 мың су келу керек. Ол жеткілікті ма? Жеткілікті, соның ішінде арал бар жаңа, 4-еуі. Ол бірақ енді судың әр жылға байланысты. Ол бірақ сіздерге айтайын, ол келісім мысалға біздің конституция, біздің заң бойынша кез келген халықаралық келісім парламенттің ратификацияны өту керек. Біздер ратификацияны өтпеген. Өзбекстанда. Сосын тағы бір айтайын дегенім. Ол келісім
суды бөлгенде негізі ол мына сушылар ішінде генералден бас схема суды мысалы әр өзеннің несін су мынаған деп бөліп схема жасалады. Ол негізінде жасалған жаңағы келісім. Совет үкіметінде госплан деген мекеме, ол кабинет министрліктің жоғары, Байбаков деген бал кезіміз. Сол кеңес үкіметінің госпланының документімен жасалған. Соған негізделген. Сол себептен қазір өзбекте, қырғызда әйтеуір су бермей не қылмаймын десе, олар бір халықаралық сотқа ешнәрсе бере алмаймыз. Өйткені ол неде жасалған? Жоқ мемлекеттің документімен жасалған да. Мысалға ана Сардоба қай жылы бұзып кетті ғой? Өзбектер біздің келісімімізді, мысалы тағы қараңыз. Халықаралық құқық бойынша, су бөлу құқығы бойынша, тәжірибе бойынша, егер судың ең соңында отырған мемлекет Қазақстан бір сондай су қоймасы салам, не қылам десе, жоғарыдағылармен міндетті емес келісуге. Жоғары өзбекпен, қырғызбен мысалы. Өткенше бізге келген соң өзім не қылам да, ал ортада отырған өзбек міндетті түрде бізбен келісу керек. Өткенше мен суды. Мына тәуелсіздік жылдары біз жаңағы комитетте андамында лақтырып жүргенде өзбектер 30 су қоймасы салды жоғарыда. Ешкіммен келісім, бізге де айтқан жоқ, ешкімге де айтқан жоқ. Мына Сардобаны салды, дәл біздің төбемізге, анау шекараға салған ғой, былай қойған мысалы. Мынау Қазақстан жер болса, мына жерге мынандай су қойма салып қойды да. Ол біріншіден қауіпті, бұзып кетті, суды салып. Екіншіден мына судың несімен мына аза суды көтереді да. Сол не қылып. Сол қай жылы бұзылып кетті ғой, не қылып. Соған бірге нота берген, ол кезде Громов деген вице-министр еді. Нота деген халықаралық не ғой, талапқа қойылатын. Соны кейіннен не қылды да, өзбектер, ой, сіздерге біз жаңағына ЧС не қылып, техника, как будто бізде техника жоқ та, сонымен артын жабылу қазан жабылу күйінде қалдырды. Сонда біз нотада не, егер берген жағдайда біз жеңе алмайтын. Өткенше мына келісіміз қазір біздің неде заңсыз. Жаңа айттыңыз ғой, 30 су қоймасын салып алды деп. Қазір бізде 23 су қоймасын саламыз деп жатырық, бірақ сіз қарсы болып жүрсіз. Онда неге? Мысалға, бірінші бұлай логика жағына келсекші, енді сол 23 су қоймасын не үшін саламыз деді? Ауыл шаруашылығын дамытуға, анау неге. Біріншіден, біздің Қазақстан бойынша да керекті су қоймалары кеңес үкіметіне 91% салынған. Сол су қоймасын салу үшін оған күрделі зерттеу керек. Ол кез келген жерге су қоймасы сала бермейсің. Екіншіден, 91 жылға бізде 2,5 миллион гектар суармалы жер болған. 2,5 миллион гектар. Қазір бізде әрі кетсе 1,5 миллион. Ол суды жинап қажет. Екіншіден, қараңыз, жаңағы экономикаға 25 кубик километр су пайдаланамыз, 16 кубик километр ауыл шаруашылығына пайдаланамыз. Ауыл шаруашылығына, яғни 70%. Ол барлық елдерде, мысалы, 70% ауыл шаруашылығы. Бірақ біз 70%-ға 1,5 миллион гектар су қана, өзбекте 4 миллион жер суарады. Сол 16 кубик километрдің біз 50%-ын жоғалтамыз. Біз бәрі тозығы жеткен, ешкім басқару жүйесі жоқ. Яғни 16-ның 8-ін біз далаға кетіп жатыр да. Ал енді 23 қойманың неде бар? Барлық сыйымдылығын жинағанды 1,5 миллиард су жинайды екен. Қараңыз, 80 кубик миллиард суды жоғалтып отырмыз өзіміздің жаңағы немізден. Ұқыпсыздығынан. Ал біз тағы пәленбай миллиард ақша шығарып 23 су қоймасы саламыз деп. 1,5 миллиард су жинайды. Біз неге бұзық каналдарымыз қандай, неге модерн жасайды, неге фильтрация нелер не қылмайды, неге соны қалыпқа келіп 2,5 миллионға жеткізбейміз. 23 су қоймасы не керек бар? Ол су құрылыс ғимаратына өте қымбат дүние. Қараңыз, 8 миллиард біз жоғалтып отырмыз өзіміздің немізден. А енді 1,5 миллиард су жинаймыз деп пәленбай ақша не қыламыз. Сосын тағы қызыған екен, кеше 23 миллиард деді ғой. Су тасқыны болып жатқан кезде екі аптадан кейін неге шықты, көрдіңіз бе, мен бақылап отырмын. 27 су қоймасын саламыз дейді. Таңғалып, сосын жігіттеріңіздің сөйтсе, әкімдіктер біздің аудан, мен ауданды осында су қоймасын, ол дұрыс емес. Су, өзен, арық, ол әкімде бір болса, кейде бір каналдың бойында 2 аудан тұрады. Бір өзеннің бойында 2 аудан тұрады. Ол ортадағы бір аудан пысықтау әкімі болды да, не қылды да, өшірі су қоймасы саламды ТО жасаттырып, ол ананы есептегенше төмендегіні, нені. Су бөлу мәселесі ең бірінші шариғатта да неде жазылған. Справедливый, равный, тең және әділ бөлу суды. Онымен тағы да айтамын, біздің ата немізде
мұрабтар айналды. Мұраб деген Шыңғыс хан ол мұрабтарды жаңа атпақты тұтқынға алмаған. Мұрабтар судың, мен әрқашанда айтамын қазір мына министрлерге. Мынандай сөз бар, жақсы сушының ізіне су ереді, жаман сушының ізіне шу ереді дейді. Шу. Жақсы сушы мұрап суды ертіп жүру керек. А қазір біздің министрліктер судың ағымымен судың артынан бара жатыр, су қайда бар сонда. Ол дұрыс емес. Суды ертіп жүру керек. Сол мұрабтар, сол ана, мысалға менің бала кезімде бағана айтам деген. Біздің ауылдан үстінен енді бақша егеміз, біздер қауын қарбыз. Екі арық өтетін тұғын. Енді Сырдариядан еден келеді де. Бір арықтың ең соңында бір нағашы атамыз жақын Оразбай ата болатын. Екінші арықтың да Әбдір деген шал, екеуі де соғысқа қатысқан, ол ауылдағылар бақша еді. Ол да бір нағашыларымыз енді, бір ауылда төрт қаралы. Соның өзі бізде жәмбілше деген әңгелек дейді, ол ерте піседі. Сол ерте кімдікі бұрын піссе, сол шалдар шақырып Құран оқыды. Сонда мен таңғаламын, сол екеуінің жәмбілшесі қауыны бұрын пісетіндігін. Осы күні қай күндері осыдан жарсының есмес, неге бірге піседі? Сонда ауылдағы ақсақалдар мұрап, аналар екеуі ең соңындағы бір күн болса да Оразбай мен Әбдір суды бұрын алады. Яғни бір күн болса да бұрын егеді. Яғни Оразбайға беріп, содан кейін жоғарыға береді. Ол жазылмаған заңдылық, ол шариғатта да солай жазылған. Ол біз мына мемлекет арасымен, бір ауылдың ішінде де ағайынды төбелестіретінде не қалатын да сол. Сонда ана екісінің қауыны бір күн бұрын пісетін. Өткенде бір күн бұрын су алады ол. Көрдіңіз ба? Енді қазір сол ана кеше 57-37 сол әр әкім, аудан әкімі министрлігіне неғып, мен мына жерде су қоймасын салам. Оны су қоймасын салу, оның барлығын әкімдер нелер шешу керек. Оны мына министрлік шешу керек. Су мамандары шешу керек. Жақсы. Ал біздегі жаңа екі су қоймасын ғана салуға болады деген қай өңірлерге салуға болады? Енді ол мына не жақта, Тараз жақта. Тараз жақта таудың ішінде ол су қойма салу үшін бір ойпат болу керек. Не болу керек? Ол айдала жазық далаға су қойма салу ешқандай тиімділігі жоқ. Қазақстанда жалпы су біркелкі бөлінген ба аймақтар бойынша? Жоқ. Мысалға айтып отқан Ертіс бассейні бойынша су көп, жаңа 12 кубик километр судың бәрі неге жіберіп жатыр. Тобыл жағында да су бар. Ең суға тапшы не бізде Сырдария мен Жайық. Ең суға тапшы. Сосын Нұра. Нұраның бойында сары су, биыл енді су тасқын кезінде су көп не қылды. Ең тапшы су Сырдарияның өзі. Сырдарияның жаңағы Өзбекстаннан жіберген судың 95% неге пайдаланылады ғой. Там қалмайды яғни. Шамалы аралықта қалған ауыл шаруашылығы болады. Жайықта неде не қылып жатқан. Енді бұл жерде биыл ана не деген бір аралды құтқару қоры бар. Кезінде бәрі вице-президент 91-90 Қызылордада қол қойған. Соның аясындағы су бөлінеді. Енді соның төрағалығы биыл бізге өтті. Былтыр Душанбеде президент сол жақта кездесіп не қылғанда айтып еді, жаңағы айтып отқан заңсыз келісімдердің бәрін қалпына келтіруге қайтадан жасау керек. Мен де ұсынып жүрмін. Бірақ тағы да бір жыл өтті, ешқандай қимыл жоқ. Мен үмітім мына сол жаңағы арал су қоры бізге ауысқаннан кейін не қылғаннан кейін осының бәрін жаңартып, ол қиын шаруа. Мысалға екі елдің арасында бір өзенді суын бөліп ішіп оған барлық елдің мүддесіне бірдей қарайтын келісім жасау қиын, бірақ мүмкін. Ондай тәжірибе бар. Қай жылдары бізге Сенегалдан келіп, бір Африканың елі бір өзенді бөліп тұрып бізді оқытып жатыр да. Мен күлдім, мен бір шетелдегідей болды. Енді Африка келіп бізді су оқытама деп. Соған енді біздің президенттің жаңа әулеті, дипломатия әулеті соның бәрін қосып не қылып енді тағы да ішіңге соңғы өткенде ана кім Өзбекстан президенті келді ғой. Сол кезде тағы да министерство не жазып жаңа ақпарат жіберді да. Биыл Өзбекстан Қазақстанға 4 миллиард су жіберді дейді. Соны Сырдария сонда Өзбекстандық. Ол әлде өз каналымен бұрып отыр. Әлде сол суды сол дайындап жатыр Өзбекстан. Как будто біз дипломатия жағынан уже ұтылып қалдық. Біз соған тәуелді екенімізді көрсетіп отырмыз да. Ол значит бермей қалуы да мүмкін ғой. Кеше Тәжікстанға барып келіп еді, артынша ақпарат шығып жатыр. Тәжікстан Қазақстанға 500 миллион су берді, типа. Сыйлады деген. Иә. Ол келу керек су. Ол келетін келісім бойынша оны міндетті не қылады. Иә. Соны сөйтіп тұрып біз келіспей жатып, бармай жатып өзіміз жығып беріп жатырмыз да.
Жақсы, Қазақстан біресе Өзбекстан енді тәуелді деген сөз онша ұнамайды, бірақ Өзбекстанмен су байланыс, Қытаймен, Ресеймен, жалпы бізден бастау алып, жаңағы қауынды біз бірінші ексек, бізден бірінші қауын шығатындай жағдай жоқ па ешқандай? Сонда бізге бүкіл шетелден келеді, бізден шықпайды. Ертіс өзені орта Оның өзі Қытайдан ғой. Қытайдан болған енді Қытайдан оның барлық қорының мысалы біздің шекараға келетін судың 70% біздің аумақтан неғылады. Онда айтып 12 миллиард суды біз пайдаланмай төмен қарай жіберіп жатырмыз. Енді қазір біздің жалғыз қорымыз мысалға негізгі бұл әлемдік неде үлкен жобалары менде слайд бар еді. Бұндай мына бассейнаралық переборлық дейді. Ана бассейннен бізге су лақтыру жаңа Ертіс Қарағанды сияқты мысалға осы Астананың ауыз суы жалғыз мына Астана су қоймасына қарап отыру дұрыс емес. Кез келген оның үстіне біздің Астана балама көзі болу керек. Құдай сақтап ана Астана су қоймасына бір уландырып жіберсе, Астана сусыз қалады. Ал балама көз деген анаған тәуелсіз екінші көз болу керек. Мысалы, қарды балама көз ретінде неге пайдаланбасқа? Жоқ, қарды пайдаланып, оны жинайтын басқа не жоқ қой Астана су қоймасына. Сол себептен біздер жаңа ряпс бар не ұсынып жатырмыз енді. Ана Ертістің суын мына төменгі жақ Софиевскийде 3 кубокилометрлік водохранилище мына жақтан не қылып былай төмен қарай есілге төмен тастап, сол жақтан балама суды соны алып келуге. Енді ол да Ертістің суы, жаңа айтып отырған бізде бос пайдаланмай қалды. Манағы жобаға Қаныш Сәтбаевтың айтып отырғаныңыз, Қарағанды, Астана бар. Ол енді ана Қарағандыға барды ғой. Енді сол Ертістің сол не алған жерінен, Канал Сәтбаев алған жерінен алып, төменгі жағына келіп, Астананың мына Софиевка дейміз, су қоймасы салып, сол жерге водозабор, сосын алып жарақсы туризм, сосын жаңа азық-түлікке белдеуі дей ма, соның бәрі бұл жерге енді общем бәрі жақсы шығады. Сондай ұсыныс жасалған, бірақ ол болған ешкім. Кеше YouTube каналымызда ряд шақырып сонда бір көтергім келді. Жақсы. Жаңа қар деп қалдық қой, жалпы қар мен жаңбыр суы таза сулардың қатарына кіреді ғой. Неге оны пайдаланбасқа? Мысалы, бізге солтүстікке де шығысқа да қар жақсырақ түседі. Ондай тәжірибелер бар ма шетелде мысалы? Тәжірибелер биылғы тасқын су кезінде әйтеуір мен күнара неге шығып тұрдым ғой. Жаңа интервьюге шақырып. Сонан бәрі сасып неғып жатыр да, сосын мен айтамын, сіздер қыздар енді біз суға тапшы ел. Көп су келсе қорқып жатырмыз. Біз көп суға қуануымыз керек. Су бар жер, жаңа ну бар, шөп бар, балық бар. Канадта осындай тасқын суды басқару жүйесімен айналыса деген. Бұл деген қалай? Бұл тасқын су бұдан да көп жылдар болған. Бірақ біздің кезімізде, мен бала кезімде білем, ауылдың майында көктем шыққанда мектептің оқушылары дейін шығарып, ауылдың майында арық нелерін бәрі тазартатын көп су келе жатқан уақытта. Сосын су не мұрап жүреді де ақсақал шал, оған директор совхозына дейін жұмсайды оны, арығың тазалық астында су басып қалады. Қазір бізді білесіз ғой, арыққаннан күл қоқысын төледі де, сосын маған әкім жаңа экскаватор әкеп бер деп отырып, сосын ана көтеріліп, сосын әр ауылдың су келетін жағында мынандай дамбы дейді ол, сосын каналдар қазып қоятын, сол жүйелердің бәрі құрған, оны басқаратын гидротехник мамандар жоқ қазір. Көрдіңіз бе? Еш жерде маман жоқ. Ал сосын әсіресе мынау осы далалық өзендерде, кеше тасқын су болған жерде де көлдету суғару системасы деген ол орысша лиманный. Ол яғни тобыл, ырғыз, далалық өзендердің екі жағына мынандай дамбы гидроснесалар су тасыған кезде ұстап қалатын нелер болатын. 250 мың гектар жер болған. Именно батыста, Қостанай облысында кеңес үкімет кезінде. Соны көп су келген кезде ұстап қалады да, көп су енді бұл жақта даланың Сарыарқаның тасқыны оның ішінде кейін қайтады. Сол кезде кейін қайтып қалмай қайтадан не қылады да, ана жер сосын шөп, малдық, шабындық болады. Кәдімгі ол жер кейіннен ол кәдімгі табиғи нелер үйрек ұшып қазғанып кетті. Ал сол жүйелердің бәрі жоқ, жекеменшікке беріліп жіберген. Сол жаңағы дамбылар жоқ. Соның бәрі су газы жайылып кетті де, біздің бәрі жаңағы елді мекендерді алды. Ол бір. Сондай болған. Яғни бұрын жаңағы айтқандай су мамандары болып, суды ертіп жүрген, басқарған. Болжаған алдын ала. Болжаған. Анау енді сол кезде естідіңіздер ме? Кімнің жаңағы МЧС-ның вице-министрі айтып қалды ғой. Жаңағы біз даладағы суды есептемей қалдық деп. Қардың қалыңдығын қалай деймін, онда ЧС несі болып немде айтқан, ондай адам қалай істеп отыр, болжау білмейді. Қазір тем более мына космосъемка бәрін болжауға болады. Қазір қардың қалдығына байланысты, сосын қалай елді мекендерге жайылады, соның барлығын. Сосын бұрын әр ауылдың майында кішкене
тоған болған. Осы мен қай жерде Көкшетауда сол жақта барған көрдім, әр совхоздың алдында ол сосын осы қысқы қар су, онда да мынандай басқарып тұратын гидротехника құрылғы болған, ашып жабатын да, ауылдың гидротехника болған. Сол жүйді, жаңа сіз айтқандай қардың суын жинап қалады да, жаздай ол жерде сол бүкіл ауылдың малы суарылады, несіне қылады, балық аулайды. Соның бәрі жоқ қой қазір. Көп суды басқару керек. Мысалы жаңағы қанаттағы қазақ жігіт айтады. Біздер сол жаңағы космотсъемкалар соның бәрін бағдарлап жаңағы неге компьютердің бәрін неғып береміз дейді. Сосын ол жақта енді көбісі мына Америка, Канада жері бәрі жекеменшік қой, өмір бойы жекеменшік неғылған. Мысалы біреудің жерінде, мысалы Әлиханның жерінде бір сай бар. 10 гектар ауқымы құрайды. Соған айтамыз дейді. Биыл мына 10 гектар сайға сен алдын ала болжаймыз дейді. Сол жерде су баратынын білеміз дейді. Мына 10 гектар жерге сен егін екпей ақ қой, ешнәрсе компенсация $10,000 береді дейді. Сосын келген суды жаймен соның несіне жібереді. Анау Әлихан бірден келіседі. Өткенсе ол шығын жоқ, $10,000 алды. Сосын ана жерге су келгесін келесі жылы ол жерде не болады? Егін шығады. Егін шығады. Су сіңеді. Ана жер асты су молаяды, не қылады. Сол жүйе. Сосын жаңағы жігіт айтады, соның бәрін біз жаңа компьютер немен не қыламыз дейді, цифровизация. Біздің мына Қазақстанда сол айтады, көп суға біз қуануымыз керек. Мен айтқанды қайталады солда. Яғни бұның барлығы біздегі мына кеңес үкімет кезінде не осы жылда әр барлық жүйенің күйреген дейміз ба, бұзылғаны, су мамандарының жоқтығы себебінен несінен болды. Енді қанша шығын келді, не келді, әйтеуір адам ажалынан аманбыз ғой. Мысалға қараңызшы, мен мына жерде Тайтөбе деген жер бар. Соның бір жігіт айтты, соның әкімі, соның маңайында жол салып жатыр. Мен осы көктемде бір үлкен кісі қайтыс болып, қорының басына барғанды көрдім. Жол салып, сол жолдан астын қазған топырақты жаңа жігіт дұрыс айтты, мына Тайтөбені айналдырып дамбы деген. Су келетін жағын біледі ғой жылда. Соған сендер алысқа апармаңдар деді, КамАЗ дейді. Соны жаңа дамбы салғанда, енді кеше көктемде бір намазға барғанда қорының басына қарасам, топенің дамның ар жағында айдың көл. Қандай ауылдың қасында бір көл су айдын тұрған тамаша. Оның даже микроклимат деді, ауасы да қандай. Көрдің бе, ауылдың әкімінің басы істеп, сондай не қылған. Ал қазіргі ауылдың әкімдері баяғыда өткенде біреу айтып еді, бұрын райкомның хатшысы таңертең жұмысын метео жаңағы ауа райын болжаудың деректерін қараумен бастайтын жұмысын депті. Жаңбыр жауа ма, не қыла ма, не қыла. Қазір оны аудан әкімдері оны қалай оқыды. Оның барлығы бізге мысалға келген су, қанша су келсе де бізге көптік қылмайды. Оны дұрыс басқара білу керек. Мысалы келесі жылдары қайтадан қайталануы мүмкін ба осы тасқын? Жоқ, қайталануы мүмкін, ауа райына байланысты, бірақ биылғыдай енді. Өткенсе неше жылдан бері бітеліп қалған арналар, нелердің бәрі ше, қазір көп сумен бәрі тазарып кетті. Ондай не болмайды. Енді сұрағым келіп отырғаны, мысалы Маңғыстау өңірі, біздің көп өңірде жалпы су тасқын болды, су жалпы тапшылығы байқалмайды. Бірақ Маңғыстауда жаз сайын мысалы халық су сап қалады, су уақытпен беріледі, тіпті Жаңаөзенде тәулігіне мысалы кешкі 6-тан кейін су берілмей қалатын жағдайлар болады. Соны неге осы проблема не үшін шешілмей келеді? Жалпы бана кім жігіттерге айтқан, баяғы кеңес үкімет кезінде Маңғыстау еліне жалақы төлегенде бір коэффициент төлейді за безводность деп. Су тапшылығына байланысты жалақысына бір 20% осындай қосылатын. Енді ол Маңғыстау өңірі суға тапшылығы тарихи не ғой енді. Бұрын енді ол жақта қазақтар Құдыққазым Әбіш Кекілбаевтың атақты повесть Шыңырау не қылып, ол мен қай жылы айттым ғой, 12-13 жылдар 10 күн арыладым Маңғыстауда. Маңғыстау облысының сумен қамтамасыз ету жұмыстарын жасап, Әбіш берді. Сонда аралап көрдік, енді жерасты су қоры да жоқ, Бейнеу ауданында бар екен, үлкен суға, оған бірақ халық қарсы. Біздің болашағымыз үшін сексеуілдер құрып кетті, дұрыс. Жалпы енді кезінде кеңес үкіметінің қуатты не кезінде енді мұнайдың арқасында маекті салған, сосын Қиғаштан Астрахан Маңғышлақ су құбыры. Соны сол кезде мен зерттегенде соның несі жоба бойынша Ақтауға келу керек тұғын. Таза су не алады. Ол жетпей қалды. Қазір енді былтырдан бері қазақ ойыл соның бәрін қайтадан не қылуға, жаңартуға жұмыс жасап жатыр дейді. Сосын мен бір байқағам, соны аралап жүргенде кейбір ойпат, құрыққа бара жатқан жерде бір нелер болады екен. Яғни қыстағы қар жаңбыр сіңіп,
соған скважина қазып бір кәрістер не қарбыз егіп отыр ақтау жақта. Жалпы енді бұндай өте шөл аудандары сумен қамтамасыз әсіресе ауыз суға біріншіден. Негізі мысалға көп елді араладым мен, Австралияға көріп келдім. Израильда суға ең тап жері теңіздің жағасында. Оларда ауыз су мәселесі бұны жаңағы теңіз суын тұшыту, ауыз суға тұшыту арқылы шешіп отыр. 3 па 4-несіне апарды. Үлкен сондай заводтар сол. Енді анау Ақтауда Каспийді қосты, не деген мүмкін бұрынғы МАЭК бар енді. Ол Каспийде жетпей жатыр деп, оның несін қуаттылығын арттырамыз деп жатыр. Ауыз су үшін бірден бірге сол теңіздің суын тұшыту. Бірақ онда ішуге болмайды емес па, теңіздің суы қаншалықты тұшса да? Енді ішіп келді ғой, айтып еврейлер ол жаман нәрсе ішпейді ғой, Израильде. Басқа енді екінші көзді жаңағы анау Астрахан Маңғышлақ су құбыры, жаңағы Қиғаш өзенінен. Қиғаш өзеніне анау Атыраудың жоғары жақты Қиғаш неден шығатын, Еділден шығатын, соның суын алып келіп жеткізу. Жерасты сулар енді Бейнеу жағында жерасты су қоры бар, оған қазып неғуға болады. Басқа енді анау ауылдық жерде енді кішкентай жерасты қорлары бар, сонда арладық. Бір 2 ауылға жететінде, оған ол жерлерде қазір Қазаватқоздың филиалы бар. Солармен ауыз суды жеткізіп беріп отыр. Ол енді үлкен емес, бірақ ауылға жетеді. Мысалы Ондының өзінде де құдықтар сол жерасты суын қазып кезінде сөйткен. Скважина қазып, жаңа водопроводына әкеліп неғып жатыр. Енді ең суға тапшы бізде сол не ғой, Маңғыстау ғой. Оның себебі мысалы ауыз су ғой, бізде жаңа Қиғаш өзені, жаңа Астрахан Маңғышлақ су құбыры арқылы өтетін. Соны техникалық мақсатта да пайдаланып отырған жоқ па сол жақта? Мысалы жоқ, пайдаланып олар ең баста ол үлкен жоба болған ғой. Оны ауыз суға жолдағы ел мекендерге. Сосын неге техникалық жағдайға неге? Мұнай өндіруге де су керек қой. Сол үшін салынған дүние ғой. Жоқ, енді менің айтпағым, мысалы Қазақстанда көбінесе жаңағы машина жууға да, әжетханаға да, барлығына мысалы ауыз суды пайдаланады. Неге соның орнына? Қараш, неге өзін айналдырған 16 миллион халықпыз. Осы Астанада машинамызды бәріміз жуып жүрміз. Бір орысшаның популистический нені шығарып жіберсе, сол кезде министр айтты, ауыз суды пайдалану. Мен айтам, ол үшін техникалық суға пайдалану үшін, жаңағы унитазға, машина жууға әр үйге бөлек құбыр салу керек. Ауыз суды пайдалану. Ондай система тек неде Ақтауда бар. Ақтауда. Ол деген пәленбай қаражат. Ол мүмкін емес. Қалған 99.9% не бойынша Алматыда машина жуу, ол да ауыз суды пайдаланады. Оған бөлек құбыр тартып, үйлер ішімен бүкіл қаланы қазып бөлек құбыр тарту мүмкін емес. Оның несі? Себебі мысалға машина жуатындарға қолданған суды қайта қолдану технологиясын енгізу керек. Яғни ол далаға кетпеу керек, оны тазарып қайта қолдану, соған оларды ынталандыру керек. Сол мәселемен шешуге болады. Мұндай қайта пайдалану суды, ондай тәжірибелер бар ғой. Мысалы Жапонияда бар, Жалпы қай елдің мысалы су пайдалану тәжірибесін айтар едік мысалы келтір. Суды пайдалану негізінен суды үнемді қайта пайдалану мысалға Израиль. Израиль мысалға цитрус деп ауызашық өнімдер бүкіл Европаны қамтамасыз етеді. Сол тамшылатып суарады. Сол елдің мысалға ауыл шаруашылығына қажетті судың көлемінің 80%-ын тұрмыстық қажетті пайдаланған суды қайта өңдеу арқылы сөйтіп соған жеткізіп отыр. Сосын енді мына Европа елдерінде мысалға қол жуғанда, не қылғанда соны қайталап пайдалану барлық елде бар. Европада суда онда Жапонияда неде. Сол біздің елге мысалға біз откровенно істеді, соған бола бір үлкен қаражат жұмсап, бізге айтып отырмын ғой, су жаңағы 100 кубик аламыз, соның 25-ін ғана пайдаланамыз. Оның тағы жарсын далаға кетіп жатыр. Сол жағына жұмыс істеуіміз керек. Сол себепті мен қазір министрлік құрғаны осы 1 күнде 1 жыл болады ғой. Қарын машитіне 1 жыл болды. Министрлік тарапынан бір басымдылық, стратегиялық бағыт жоқ та. Біз сол бағыт болған жаңағыдай суды сол ысырапсыз жол бердірмеу.
сосын қазір соңғы кезде шығарып жатыр ғой судың қара нарығы деп. Яғни суармалы жерлерде ана қазбатқа су үстіндегі несін сатады деп. Ол да болады, өйткені судың есебі жоқ. Судың есепті жолға қоюымыз керек. Суды ысырапсызға жол қою, оған көп ақша керек жоқ. Сосын цифрландыру керек барлық жүйелерді. Оған көп ақша керек жоқ. Керегі жоқ 20 су қоймасын салып. Сонда қазіргі таңға мен айтар еді, бүгінгі таңда бір жылдан бері министрліктің қай бағытқа бағытталды, стратегиялық бағыт бағдары әлі белгіленбеген да. Сол су кодексі мәжіліске енгізді, жаңа айтып өттім ғой, өте сапа жасалған. Баста министрлік тарапына стратегиялық бағыт, неге көңіл бөлеміз, су аз аумақтарға қай жақтан су әкелеміз, сондай неге суды үнемдеуге несіне сондай бағыт бергенде, сол стратегиялық бағыт бағдарларға қарап заң жазылу керек та. Маман аз шығар, маман тапшы. Сол енді ол жаңа заңдарды барлығын зерттеп, ғылымға негіздеп жасайтын маман тапшы шығар бізде. Маман енді жоқтың қасы деп айтуға болады енді. Оны енді соның бәрін жаңағы жоғарғы оқу орны министрі Саясат Нұрбектің мойнына іліп қойды, бәрі қарап отыр. Мен дұрыс емес демек. Маманды, су маман дайындаудың саясатын мына министрлік жүргізу керек. Өткен себебі осыған керек мамандар. Яғни мысалға дейін баяғы кеңес үкіметі кезде болған. Министрліктің адамдары ауыл-ауылды аралап, барып балалар абитуриенттер таңдау керек. Сосын әке-шешесіне айту керек, мына балаң сен қолыңдағы, мысалға енді айтып жатқан ғой. Мынау контрактты қол қоямыз. 5 жыл оқиды. Стипендиясын мен тағы да бірден қосып төлеп тұрам. Бірақ 5 жыл оқып келгеннен кейін қайтып келіп, біз оған жалақы береміз. Пәтер береміз, диплом ауылға деген да. Соны әкеп мына жаққа оқыту керек. Ол қазіргі жастар бейлі сол Жамбылдағы жігіттерден біріншіден сабақ беретін адам болды, екіншіден адам бармаған, балалар бармаған. Енді Тараз, Алматы болса барар еді, бағана айтқандай Астана болса. Таразға ешкім бармаған, сосын жаңа балдың төмен түсіріпті, онда да адам келмеді, толмай қалған. Оны жүйелі түрде мақсатты айналысып, онымен мына министерство айналысып, келешек мамандарын соларда егер. Ол бар ауылдың ішінде, ауылда қалам, ауылда жұмыс істейтін жігіттер бар. Оған жалақысын бәрін, пәтерін бәрін шешіп беріп болса. Соны қазір президенттің тапсырмасымен ашты университетті, университет өзінше, онымен ана министрге айтты, мына министерство оны не істеп жатқан жұмыс жоқ. Жүйелі, біз бір мемлекеттеміз ғой, бір үкіметтеміз. Бәрі бұлай бірге жұмысқа, бір бағытқа жұмыс істеуге. Соның бәрі жаңа стратегияда жазылу керек қой. Стратегия, қазір концепция тұжырымдама дейді. Қазақстандағы су саласын, мысалы 2030 жылдарға даму тұжырымдамасы әзірлену керек. Сонда жаңа басымдылар. Маман жөнінде жаңадай жазылу керек. Есептің суға есеп жүргізу туралы жазылу керек. Судың ысырапсыз несіне жол беру керек. Цифризация соның бәрі жазылу, сол документ бір жыл болды әлі жоқ. Жалпы мынадай сұрақ, жалпы Қазақстанда да әлемде де су тапшылығына әсер етуші фактор адамдардың дұрыс пайдаланбауы ма, әлде көбіне климат әсер етіп жатыр ма қазір? Былай қай жылы естеріңізде ма? Сүлейменова министр болғанда талас бойынша Қырғызда су бермей қалып, сосын мемлекетте резервтен үкімет ақша бөліп, бірінші августқа дейін су артына қарай бермей еді ғой. Мына суармалы жерден сіздер вегетация дейді. Ең бірінші бізде мартта су алғаннан, ең соңғы су алғанда вегетационный период дейді. Кезең. Сол неде? Мысалға, мына стакан суды, мысалға, 6 айға бөліп береді, егін дейді, не қылу үшін. Ол біздің мына министр шығыз не қылған? Қырғыздарға барып, су аз болды ол жылы. Бізге августқа дейін бізге бөлінген мына суды августқа дейін бер, артына қарай керегі жоқ деді да. Яғни, мына суды мен бірден ішіп алдым да, ол маған керек емес, сосын оны мен унитазға апарып тастадым. Ал егінде ол қызылша неге дейін, октябрьге дейін, қазан айына дейін су алу керек. Сонымен қанша шығын көрді шаруалар. Сонда жаңағы министр қыздың білімсіздігі, біліксіздігі. Сол қырғыздар айтты, қырғыздардың ешқандай кінәсі болған жоқ онда. Сіздер өздеріңіз айттыңыздар ғой, бүкіл жылдық қорында маған 1 августқа дейін, 1 тамызға дейін бер дедіңдер. Бізде су аз, бізде де су аз, біз аз суды бөліп жеткізіп отырмыз деп. Сонда не сөйлеп жатыр ғой, интервью беріп жатыр ғой, жаңағы министріміз. Сонда айтатыны, кінәлі бірінші климат, екінші қырғыздар, үшінші шаруалар суды көп қажет ететін егін еккен.
тек қана сушылар кінәлі емес. Сол себептен мен айтарым, климат емес, мамандар шешеді. Бізге былайша қазіргі таңға мен маман есебінде айтып бізге су жеткілікті. Оны дұрыс пайдалану керек. Мамандар шешсе, жаңа айттыңыз сіз басында, 2 миллиард гектар жер бізде суғармалы. 2 миллиард 200 миллион. Иә, соның 1,5 миллионы ғана қазір суғармалы жер. Бірақ кететін судың көлемі бұрынғы 2,5 миллиардтан да көбірек. Демек 70% бұл әлемдік тәжірибе. Су қорын пайдаланып 70%-ын ауыл шаруашылығына пайдаланады. Израильда, Америкада су қорын. Өзбектерде. Мен айтып отырмын, біз 70%-ға 1,5 миллиард жер суарып отыр, өзбектер 4,2 миллиард. Демек дұрыс пайдаланбай отыр ғой. Шаруалардың да кінәсі бар ғой ол жерде. Демек дұрыс пайдаланбай отыр ғой. Мен соңғы кезде шаруалардың жағына шығып кеттім бұрын неғылған. Талай айттым мен. Шаруалар халық түсінді судың үнемдеу қажеттілігін. Тарифті өсерде не қылды? Шаруа, кез келген шаруа, диқан судың қадірін біледі. Ол қанында бар. Кез келген диқан судың қадірін біледі. Баяғыда жаңа айтқандай оразбай адамдар бақшаны суарғанда су не қылғанда жаңа түнде суаратын еді. Қазір не? Күнде суарады, кешке 6-та үйіне кетіп жатып ұйықтайды. Артық суды не қылмайды тұғын ба? Аталарымыз не қылған. Ол диқанның қанында бар. Диқанды кінәлауға болмайды. Диқанға көп су мысалға көп суды ысыратын не ол да зиян. Өткенше ана жер астына сіңеді, ана грунтовыйда жер асты су деңгейі көтеріледі, тұзданып кетеді. Біздің көп жер тұзданып кеткен. Ол үшін мен айтамын, мына су кодексімен жаңа стратегиялық документ қазір бізде мынандай түсінікті. Мақтаға ғылыми норматив бойынша 5.000 су гектарына. 7,5 ба сондай. Бір 12.000 су көп, нақты 12.000 су. Не 2 есе артық. Күрішке 15.000 су керек гектарына. Ол 25-30 мың алады. Бізде осы нені көзқарасы біз аударысымыз керек. 1 гектар күрішке, 1 гектар мақтаға қанша су керек демеуіміз керек. Біз 1 килограмм мақтаға өсіру үшін, 1 килограмм күріш қанша су керек деп есептеуіміз. Сол кезде ғана біз суды үнемдейміз. Түсіндіңіз бе мен логикамды? Аз-маз. Жоқ, мысалға 1 гектар күрішке 15-30 мың су кетіп жатыр. 15 норматив, екінші неғып жатыр. Иә. Олай есептеуге керек норматив. Біз 1 килограмм күрішке қанша су қажет екенін. Яғни 1 куб суға қанша күріш өсіруге болады деп есептеймін. Түсіндім. Сол кезде көзқарас түсіндім. Не қылады да, онсыз біз суды үнемдей алмаймыз. Соның бәрі жаңа стратегиялық су кодексінде жазылу керек қой. Сол себептен бізге, мысалы Қазақстанға 16 миллион халыққа біздің экономикалық су қазір жеткілікті. Енді арасында нелер болып тұрады ғой. Енді кейде қызғас, былтыр су көп, биыл су көп. Соның бәрі біркелкі суды басқару жүйесінің жоқтығы. Естеріңізде болсын, су ешқашан да көп болмайды. Құдай су жоқтықтан сақтасын. Су көптік зиян келтірмейді қазақтар үшін. Су болмай қалса, қай жылдардан жайық құрғып қалды, неғып қалды, көрдіңіздер ғой, су болған ешнәрсе істей алмай қаласың. Су көп болса, арналарға жіберіп, не қылып сақтап қалып, не қылуға болады, судың жоқтығынан сақтасын. Біз балқаш туралы әңгіме қозғамай кеттік. Балқашта аралдың күйін кешуі мүмкін деген сияқты сарапшылар айтатын пікір бар. Ол туралы көбінесе мен айналысқанда не қылғанда емеспін, оны көбінесе мәселені көтерген Есекин ғой Болат Камалжиев. Енді мүмкін дұрыста шығар, алдын ала дабыл қағу, бірақ ондай бір аса қауіп қатер, енді мына атом электростанция салған уақытта болмаса, экологиялық жағынан да, экономикалық жағынан да айтылып келе жатты, бірақ оны мен өз маман есебінде аса оның қауіпі жақтан көріп тұрған. Су маман Іледен су келіп тұр, ана Жетісудың бойына қажылармен оны Қытайды аралап бәрі нелері су желдерін бәрін аралап шыққан 2013-те. Аса бір не қылып мен айта алмаймын. Су маманы ретінде атом электростанциясы салынса, бізде су көбірек соған кетуі мүмкін ба? Сіз қандай көзқарастасыз? Бұл жерде мен бағана айтып өттім, барлық әр нәрсе кез келген неге су қажет етеді. Енді мен атом электростанция жағынан маман емеспін, бірақ ол жаққа көп су қажет ететінін білемін. Оны бәрін білеміз. Ол енді ол жерде терең бәрі зерттеулер, ғылым зерттеулер жасалатын шығар. Енді ол жағынан мен ашық айта алмаймын. Терең бойлап оны зерттеп не қылған емеспін.
Қазіргі мысалы жағдаймен көріп отырсыз ғой, судың арасында тапшылық болып отырған өңірлер бар. 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейінгі жағдай қандай болады деп болжай алар едіңіз? Енді жаңа айтқандай Маккензи 12 кубикалы су бізге дефицит ма, тапшы болады деп айтты болашақ. Бірақ мен тағы да айтамын ғой, жаңа біздің жаңағы немізден келесі жұмыстың арқасында анда 8-10 кубикалы суды біз жоғалтып ысырап қылып отырмыз. Ал мен мысалға айтар едім, енді 50 жыл деп айтпайын, 25-30 жылға дейін бізде бір аса бір су тапшылығы болады деп мен бізде айта алмаймын. Сол суды дұрыс пайдаланып, дұрыс не қылуымыз керек. Үнемді пайдалануымыз керек. Үнемді пайдаланып тек қана тамшылатып суару емес, басқа да нелер бар, баяғы тағы да ата-бабамыздан түнмен суару, түнде сосын ана кішкентай арықпен суару. Оның түрлері көп. Қазір бәрі жұрттың бәрі негізі үнемді суару тек тамшылатып суару деп ойлайды. Тамшылатып суару кез келген жерге жарай бермейді. Ол жақ құмшауыт, тастақ жерге су сіңіп кету керек. Біздің көп суармалы жер сазды жерлер. Сазды жерде қатырып тастайды. Оның жаңағы жаңбырлатып суару нелер бар. Мен мысалы 25 қазір 65, 90 келгенде кездесіп тағы да айтармын. Бірақ 25 жылға дейін бір аса бір су тапшылығы не болады деп мен айта алмаймын. Просто қазір бізде ең нәзік не жері мынау трансшекаралық сулар арасындағы халықаралық құқықтарды қалпына келтіріп, қазір президенттің әулетін дипломатиялық несін пайдаланып, оны заңдастырып, барлық елдерде, мына дамыған елдерде су бөлісі, олар конвенция дейді. Бір өзенім Сырдария конвенция дейді. Сырдария мойнына Қырғыздан шығады, Тәжікке кіреді, Өзбек, Қазақстан. Қазақстанда не бар? Минералдық ресурс бар. Анда не бар? Су бар. Соны өзара тиімді келісім жасалу керек та, конвенция. Сосын гидротехник құрылымдардың қауіпсіздігі туралы заңды қабылдауымыз керек. Ол дайын, менде дайын концепция бәрі дайын. Баяғы анау Қарағаш па? Талдықорғанда. Бұзып кетті, 37 адам қайтыс болды. Қазіргі біздің жоқ қай жылдары не Көкпектіде Қызылағаш. Қазір біздің сол кеңес үкімет кезіндегі салынған гидротехник құрылыстардың тозығы жетіп, неғып тұр. Мысалы, соның өзінде де қараңызшы. Су құрылысы ғимараттарының мықтылығы, күштілігі 1000 есе немен жасалынған кезінде. Сондай вероятностьпен. Кешегі мысалы су тасқыны кезінде Сергеев су қоймасы. Үстіне 1,5 метр су өтті, 1000 кеткен жоқ. Недегі, мен Қазақстан барлық су қоймаларын аралап, неғып шыққан. Ақтөбе Қарғалы су қоймасы қанша 1,5 метр неғып өтті, 1000 кеткен жоқ. Ал егер сол Ақтөбеде, Алматыда былтырма бұрнағы салған дамбалардың бәрі шайып кетті. Өткен себебі қазір біріншіден соның жобасын жасайды мамандар қалмады. Және су құрылысын салатын мердігерлік ұйымдарға жоқ. Сол себептен бұзылып кетіп отыр. Мәселе көп оны не қылады. Соның бәрі жүйеде болу керек. Түсінікті. Астанадағы су мәселесі биыл мысалы кішкене сезілді ғой, су тапшылығы. Халықтың саны бара-бара көбейіп бара жатыр. Ал келетін су, бізде мысалы мұздықтар, бұл жердің су көзі тек қана Нұрама? Жоқ, су көзі бізде Есіл өзені. Есіл өзені Қазақстан ең таза өзен деп есептелінеді. Өйткені себебі Есілдің бойында құятын өнеркәсіп нелері жоқ. Ол Есіл суы мына Астана су қоймасына жиналады. Астана су қоймасының көлемі әзірге Астана үшін жеткілікті. Әзірге қашанға дейін? Жеткілікті енді, ол 2 миллион барам дегенше де жеткілікті болады. Бірақ бұның бір мәселе, бұл жалғыз су көзі болып тұр да. Егер ол жер төтенше жағдай болса, Астана сусы қалады. Дамбы жарып Құдай сақтасын ғой енді, не ол. Бұл жер сосын екінші, мынау жақсы есімізге салдыңыз. Сіздер осыны міндетті түрде көрсеңіз, қай күнде неден оқып қалдым. Бізде Шымкент водоканал бар, водный ресурс маркетинг деген. Анарбек Оңғаршин күшті басшысы, бұл комитетте 2 жыл төраға болды, мен соның несі болдым. Кеңесшісі болдым. Бүкіл Қазақстан бойынша жалғыз жеке меншік су каналы. Сіз естідіңіз бе осы жылдары? Шымкентте су проблемасы болды, болған жоқ. Алматы, Астана, Қызылорда, Өскемен болды. Сол несі, мысалға, қарап, бүкіл Қазақстанда қалған 19 ба облыстың водоканалдары жылына 300 миллиардтан аса мемлекеттен қаржы алады екен, реконструкциясы. Мына кісі бір тиын алмайды. Сосын тағы қараңыз. Норматив бойынша, не бойынша, әр адам басына 425 литр су екен, тәулігіне.
мына кісі есеп құралдан ең бірінші 10-шы жылдары есеп құралдарын енгізіп тариф қалпына келтіргенде 3,5 есе жаңағы норматив нақты пайдаланып 3,5 есе кем. Сонда 3,5 есе су қоры ол Шымкентте көбейді деген сөз. 3 есе мысалға 1000 куб болатын болса тағы сапасы не қалды. Екінші сосын сол кенші болып жүргенде таң қалдым. Ерлан Қараш дейді маған ана ылғи шетел технологияларды алып келген ғой. Шетел технолог алып келіп, мына Англиядан ба, Голландиядан звондап жатыр дейді. Амангер бұл жерде Астанада жүрген. Шымкентте андай көшеде, андай үйде судан утечка болып жатыр деп. Соны ана жақтан көріп таң қалдым. Сол кезде біз цифровизацияға жаңа келіп жатырмыз. А бұл ана регион қарсы сол кезде соны. Енді кеше қай күні, алдың күні неге шықты? Жаңалықтарға шықты. Шымкент қаласының әкімі жаңа Шымкент су маркетинг кезінде дұрыс жекешелендірмеді деп сотқа беріп мемлекет қалпына қайтармақшы. Ешқашанда мемлекеттен жақсы бизнесмен шықпайды. Кімде Тоқаев айтып отыр ғой, экономиканы либерализациялауымыз керек, конкуренция қылуымыз керек. Енді мен мысалға егер сол сотты жеңіп, анау әкімшіліктің қарамағына өтсе, ол қалғаны 19 облыс сияқты мемлекет бюджетіне ақша қажет етеді, аварияда кетеді, не етеді, сол жүйені тағы да бұзайын деп біздер. Енді ана кісінің енгізген технологиялар мысалға бүкіл Қазақстан бойынша үлкен проблема на канале кәрізді жаңа станция Биячевский дейді. Қайта өңдеу жұмыстарда Қызылордада салынып қалды, Таразда үлкен проблема білем. Ал жаңа кісіде ол бұл английский метод алып келіп, бізде әлгі дейін мына Қорғалжын жаққа бара жатсаң еш шығады баяғы ненің канализация. Ол ана жерде маңайында ауыл тұрады, еш жоқ жаңа. Ана суды өңдеп, сол жердегі шаруаларға анау жоңышқа не егуге әшейін беріп отыр. Қандай соны біз неге тәжірибе қылып алып бәріне біздің су кодексі өзім жаздым ғой, су кодексі бойынша су беру мекемелері, су энергия жекеменшік беруге болады. Ешқандай заңға қайшылығы жоқ. Сол кезде алып сондай дамытып, тариф көп водоканалдардан аз. Шымкент халқы риза. Айтып ғой, Шымкенттің өзі не деу. Енді соны қайтып мемлекет қарамағына алып, жаңағы таң қаламын. Жақсы, түсінікті. Тариф деп жатсыз ғой, енді судың құны туралы айтсақ, мысалы Қазақстанда судың құны жоқ дейді. Яғни біз тек қана жалпы ауыз судың құны бар. Сол себептен ел есептегіш құралдар құрып, енді несіне жеткізді. Оған бірақ жаңағы қазір айтайын. Тағы да жаңағы қалған 19 облысы мемлекеттік болғасын, оның заинтересованность жоқ та, анау жекеменшік болғасын, ол суды үнемдеп, сосын не қылып арнайды. Сонда жаңағы Шымкенттің несі түскен тарифтің 43%-ін соны цифровизация, модернизация жасауға жұмсайды екен, 43%. Ол дәлелдеген неде. Ал басқа водоканалдар 3% жұмсайды. Біреулер вообще ешқандай тарифтен анаған жұмсамайды екен. Көрдіңіз ба? Сол себептен ауыз судың өз бағасы бар бізде, дұрыс қалыптасқан жақсы. Жоқ, бізге ол деген тек қана біз келу қызметіне ғана төлейміз ғой. Бірақ судың өзі тегін келеді, Судың өзі тегін келеді. Иә. Ал сол дұрыс па? Басқа мысалы шет мемлекеттерде де солай ма? Барлық жерде. Ол сіздер бәрі мен неге айтам, суды да сатасыңдар ма деп сөйтіп не қылдық, Владимирген суды. Суды ешкім не қылды? Суды жеткізіп беру қызметінің несі, қанша арасы қойды енді мысалы. Ал суармалы жерде мысалы нелерде бізде ол тариф өте төмен, 1 теңге ма сондай. Ал ол ана мақта, күріштің негізі 3-5% құрайды. Ал дамыған елдерде ол жаңа мақта несі 15-20% құрайды. Сол себептен ана суармалы жер судың ысырап болатын да сол бағасы жоқ та. Сол үшін егер де тарифті өсіріп, кішкене қымбаттаса, жағдай қалай болады? Мүмкін үнемдей бастайтын шығар адамдар. Енді оған жаңағы енді бұл жерде біз ауыз суды қояйық, ауыз су өзі дәлелденген, мына суармалы су, енді көп суды не қылатын, суармалы жердегі ағын суды да. Ол жерде мен сізге бір не айтайын. Бұрын бір совхозда бір канал болған, 2000 гектар жер соған. Қазір бір каналдың бойында 20 шаруа отыр. А мына каналды кезінде біреу жекеменшіктерге болған. Ол қазір кәдімгі монополист болып жатыр да, Қазводқоздан алады да, өз қойған бағасын неғып отыр. Оны реттеу үшін жаңағыда ирригацияның несін пайдалану керек. Мен бірге ана Қазводқозының бастығы Арыстанбаев болат деген жолдас екенмін, сол айтып келді бір Мақтааралда. Бір шаруа, жас жігіт шаруасын өңелетіп отқан ғой. Ресейге қауын қарбыз беріп, бірақ жаңа каналдың аяғында екен. Сол айтты, Бөке, сол кезде 60 тиын ба сондай судың бағасы жеткізіп беру. Бөке, мен 60 тиын емес 6 теңгеден төлейін. Маған суды жеткізіп берші дейді. Ama жолдағылар, жаңа басында отырғандар,
алты тиынды алып ысырап шаруасының өзі су далаға кетіп жатыр. Яғни диқандар судың қадірін біледі, бағасын біледі. Олар өнім алса болды. Ол мысалы даже кімде Алмасбекті айтады ғой, мысалы шаруалардың несін неғып жүр, Алмасбек Садырбаев. Ол да айтады ғой, мен жақсы қарым-қатынас. Ереке деймін, судың бағасы көтерген мен екі қолымды көтеремін, судың құны болу керек дейді. Тек қана халыққа түсіндіріп, бірақ әділ бөлу, әділ жеткізіп беру керек. Ол үшін жаңағы заңға қабылдану керек. Жаңа судың қара нарығы деген шығып қайта-қайта естіп жатқан шығарсыздар. Яғни қазір 10 миллиард су жинаса, үстіндегі суды фактически көп су алады да, соны былай ақшаға сатады деген не қылып жатыр ғой. Ол қазір сонымен жаңағы тексеру жүргізіп не қылып жатыр, мен қазір өзімен өзі күресіп жатыр ғой, өзін сол адамдар не қылып жатқан. Жаңағы ол үшін тағы да судың есебі жоқтық есебі. Есеп болмаған жерде сол жаңа нелер болады. Жақсы, есеп олардың бәрі енді мемлекет деңгейде істелетін нәрселер ғой. Біз қарапайым халық ретінде, мысалы, осы проблемалардың алдын алу үшін не істеуіміз керек? Мемлекеттің міндеті халыққа жағдай жасау. Суды жеткізіп беру, яғни. Ысырапты жеткізіп беру. Оның жаңағы су жеткізіп беру құны, яғни тариф, қолжетімді болу керек. Бірақ өзі судың, ол мысалға суды жеткізіп, ағыл судың несі кепілді түрде су жеткізу керек. 24 сағат бүкіл вегетация сол міндет мемлекеттің мойнында. Ал диқан қарапайым халық. Тағы да айтамын, бұрын бәрі диқанға жабатын еді. Мен үйде ішетін суымды жаңағы неден алып ішемді, ішпеген былай төкпеймін ғой. Енді үнемдеу де керек, әрине, жаңа үйдегі неде ол үшін жаңағыдай тарифті дұрыстау керек, сол жеткізу несін көрсететін қызметтің сапасын арттыру керек. Менің тәжірибем бойынша, шетелдік тәжірибеде көрдім, бәрін мысалы диқан деп айтайықшы, соған жабуға болмайды. Диқан артық суды алмайды, өзің мына өсімдікке керек несін артық суды алмайды. Сосын жаңағыдай тек қана мемлекет емес, жаңағыдай ана Шымкенттегідей жаңағы бәсекелестік орналастыру керек. Бәсеке болған жерде қызмет жақсарады, тариф түседі. Біз нарықтық экономика әлі қазір қайтып тағы мемлекеттік, президент айтты ғой, мына мемлекеттің мына экономикаға нетін араласуын қысқарту керек деп. А жоқ, кеше неге шығып тұр, қайтып алғысы келіп жатыр әкімет. Жақсы, рахмет көп-көп. Көп нәрсе айттыңыз, көп ақылыңызды айттыңыз. Рахмет.